Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін өте дәмді ерекше тағамның видео рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тағамды әр жақта әрқалай атайды. Кейбір жақтарда ұн палау, нан палау, ұн қуырдақ десе, Моңғолияда цуйван деген атпен танылған өте дәмді ерекше тағамдардың бірі. Ендеше бізге керек заттар: ұсақтап туралған ет, бұл жерде мендегі сиыр еті, сиыр етінің орнына жылқы, қой етінде қолдансаңыз болады. Және де ұзыншалап, жіңішкелеп ұсақтап туралған пияз бен сәбіз қажет. Және өз қалауыңызша тәтті бұрыш қоссаңыз да болады. Тәтті бұрыш ерекше дәм беретін болады. Енді алдын ала қызып тұрған майда етімізді осылай қуырып алатын боламыз. Менде қазір оттың асты ең қатты қызуында тұр. Оттың астын баяулатамын. Енді осы қуырылып жатқан еттің үстіне шамамен 1 минуттан кейін пиязды салып, дәміне қарай тұз бұрышын себемін. Мен негізі паприка қосқанды жақсы көремін томаттың орнына. Паприка біздің тағамымызға қызғылт, өте әдемі түс қана беріп қоймай, әдемі дәм беретін болады. Барлығын жақсылап араластырып, қазанның қақпағын жауып, шамамен 1 сағатқа қуырып қойып қоямыз. Енді осы уақыт аралығында біз тағамымыздың қамырын дайындаймыз. Ең әуелі 1 жұмыртқаға бөлме температурасында тұрған суды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мөлшері сіздің отбасыңыздағы адамдардың көлеміне қарай қамырын көбірек елесеңіз болады. Дәміне қарай тұз қостым және тағы да жақсылап араластырдым. Дәл еттің қамыры секілді нан илейтін боламыз. Керегінше ұн қосып, қаттылау етіп, еттің қамыры секілді нан илейтін боламыз. Неке әрі қарай қолымен жақсылап илеп, біріктіріп, қамыр илеймін. Және қамырды илеп болған соң шамамен 5 минутқа бетін жауып қоямын. 5 минуттан кейін тағы да бетін ашып бір басып илеп алсаңыз, қамырыңыз жылтырап, өте әдемі болып тұрады. Илеген кезде де, жазған кезде де мінекей бетін жауып қойдым. Қамырды 2 қайтара басып иледім. Әрі қарай азғантай керегінше ұн себе отырып, дәл еттің қамыры секілді жіп-жұқа қамыр жаятын боламын. Сіздің қамырыңыз не құрылым жұқа болады, сол құрылым цуйваныңыздың да қамыры өте дәмді, әрі әдемі болып тұратын болады. Міне дәл осылай жазылған қамырды видеодағыдай 4 бөлікке бөлетін боламын. Дәл осылай 4 бөлікке бөліп аламын. Осы уақыт аралығында менің жаңағы қуырылып жатқан етім де пісуге таяп қалыпты. Енді осы еттің үстіне жаңағы жіңішкелеп сақтап туралған сәбізді саламын. Тәтті бұрышты салып араластырып, қақпағын жауып қойып қоямын. Сәбіз бен тәтті бұрышты ұзақ пісіріп қажет емес, себебі бұлар езіліп кетсе, біздің тағамымызда әдемі болып көрінбей қалатын болады. Әсіресе тәтті бұрыш бұл тез піседі. Міне қақпағын жауып қуыруға шамамен 5-10 минутқа қойып қоямын. Осы уақыт аралығында мен пеште, духовкаға осы темір противенді қатты қыздырып аламын. Және осы қызып тұрған противеннің үстіне жаңағы кесіп, жазып дайындап қойған қамырды салып, кептіріп аламын. Міне бірінші бір жағын, екінші жағына аударып, осылай видеодағыдай кептіріп аламын. Біздің қамырларымыз осы ыстық противеннің әсерінен осылай кебеді. Егер сізде бұндай ыстық противен болмаса, ыстық табада кептіріп алсаңыз болады. Мінекей біздің қамырларымыз бір-біріне жабыспайды. Осы жаңағы ыстық противенге кептіріп алуымыздың әсерінен бір-біріне жабыспайды. Егер сіздің противеніңіз суып кетсе, тағы да 1-2 минутқа пешке салып қыздырып алсаңыз болады. Мінекей біздің қамырларымыз өте оңай туралады, бір-біріне жабыспайды. Енді жаңағы дайын болып қалған сәбізіміздің, етіміздің үстіне аздап су қосып жіберіп, жаңағы турап дайындап қойған қамырларымызды салатын боламыз. Қамырларды салғаннан кейін араластырып қажет емес, дәл видеодағыдай қуырылып жатқан еттің үстіне саламыз. Қамырды салған соң мүлдем араластырмаймыз. Қуырылып жатқан еттің үстіне салып, қазанның қақпағын жауып, шамамен 5-6 минутқа қойып қойдым. Піскенше енді 5-6 минут өткеннен кейін мен тағы да бір рет қарап араластырып жібердім. Міне қарап тұрсаңыздар, біздің қамырларымыз бір-біріне мүлдем жабыспайды.
Енді тағы да қазанның қақпағын жауып 2-3 минуттай толықтай піскенше қойып қойдым. Міне осымен біздің ұн қуырдағымыз, нан палауымыз өте күшті болып пісіпті. Міне видеода көріп тұрғандарыңызда бір-біріне жабыспайды. Осымен біздің ұн қуырдағымыз толықтай дайын болды. Үстіне өз қалауыңызша көк жуа сеуіп ұсынсаңыз болады. Өте дәмді, сіздерге шынымен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Отбасыңызға арнап бір рет дайындап берсеңіз, келесі жолы сізден тағы да сұрайтын болады. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.